басшы деген болу деген бір статус емес. Ең бастысы басшы бол, қарапайым азамат бол, қарапайым халықтың алғысын алсын, одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Мектепте жинаған фундамент бүгінгі үлкен өміріңізде өзінің үлкен еңбегін нәтижесін беріп жатыр. Біріншісі ол ата-анасына, екіншісі білім берген ұстазына, үшіншіден ауырып, бірінші бола қалса дәрігер, медбикеге, үш тұлғаға мен әр азамат қарыз деп ойлаймын. Ата-ана мен ұстаздың арасында бір жақсы диалог қалыптасса, мен ойлаймын, ол оқушы жақсы маман болып шығады ертең күні. Дәрігер дейді, адамның жарасын емдесе, біз жанын емдейміз дейді. Шыққанай қайта кнопочный телефондардың заманы келсе ме деп айтты ғой қайташа. Өйткені ол заманда қараңыздар, кнопка жоғалған сайын адамдардың ішкі дүниесі жабылып жатыр да, оқушының ішіндегі жаман қасиеттерін мүмкіндігінше сөндіріп, керісінше жақсы қандай мүмкіндіктерін аша білудің өзі бір қасиет деп ойлаймын. Ғазиз Аманжолұлы, сізді осы ойлақ жобасының қонағы болып көргеніме қуаныштымын. Өңіріміздің белсенді жастарының бірісіз. Осы Жетісу өңірі десе, жаныңызды беруге дайын тұратын мамансыз, адамсыз. Өзіңіз осы бойыңыздағы белсенділікті қайдан алдыңыз? Мектепте қандай оқушы болдыңыз? Кішкене бөлісіп өтсеңіз. Сәлеметсіз Мәсел, қайырлы күн. Менде белсенділігім расымен де мектеп кезден басталған болатын. Ол кезде 7-8 класстарда школьник деген газет журналын аштым мектепте. Өзім номер 6-шы Антон Семенович Макаренко атындағы орта мектебінде оқып бітірдім. 2000 жылдан 2010 жылға дейін сол жерде оқу тамамдадым. Школьник газетінің ашып, сол газеттің құрылтайшысы болып, мектептің оқушыларына, ұстаздарына интервьюлар алдым. Сонымен қатар осы мектептің мәдени қоғамдық жұмыстарына жақсы араластырдым. Көптеген алғыс хаттарым бар. Енді сол осы қазіргі уақыттағы белсенді жұмыстарымның көп бөлігі негізі сол фундаменті сол мектептен басталған болатын. Алғашқы ұстазым бастауыш мектепте Роза Теленбайқызы болды. 5-ші сыныптан бастап Жазира Нұрғалиқызы Умаркулова болды. Ол кісі тарих пәнінен берген болатын. Сонымен қатар адам қоғам құқық деген сол кезде пән болатын. Яғни қоғамдық құқықтық қатынастар бойынша бізге де жақсы сабақ берді. Оның да маған жақсы бір фундамент болды деп айтса болады. Сол кезде ол кісі партиялармен қалай жұмыс істеу керек екенін, қоғамдық саяси істердің алғашқы аспектілері қалай болу керек екенін, осы жайында бізге сол кезден фундамент қалыптастырды бізге. Сол кезден бастап, былайша айтқан кезде старт дейді ғой, сонда жұмыстар басталған болатын сол кезден, мектептің кезінен. Сіз мектепті бітіріп колледжға түстіңіз бе, әлде университетке түстіңіз бе? Мектепті бітіріп университетке түстім. Біздің Жетісу мемлекеттік университетіне түсіп, педагогика психология мамандығына. Одан кейін барып 4 жыл аяқтаған соң тағы да қосымша 2 жыл магистратура оқып алдым. Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша. Осымен 6 жылым университетке арналған болатын. Қазір қай салада жұмыс жасап жатырсыз? Мен қазір таңда мемлекеттік қызметкермін. Жетісу облысы бойынша сауда және тұтынушылар құқықтарын қорғау департаментінің бас маманымын. Осы 1 жыл ғана толды госслужбаға кіргеніме. Оған дейін жас леле қатарында істедім. Нұр Отан партиясында істедім. Жастар саясатының орталығымен бірге жұмыс істедім. Облыстық мәслихатта жұмыс істеген болатын. Осы негізі қызметінен бөлек қоғамдық жұмыстармен кең айналысам. Қазіргі таңда да оның ішінде қазіргі уақытта мен мемлекеттік тілдің заң талаптарының сақталуы бойынша тіл сақшысы болып табыламын. Бармысың бауырым деген Ресейдің «Жди бағдарламасы бар ғой. Сол секілді бармысың бауырым телерадио бағдарламасында волонтермын. Поисковик дейді ғой, ізденуші адамын. Сонымен қатар эко-волонтерство, экологиялық мәселелерге қатысты волонтерлік жұмыстармен айналысам. Сонымен қатар өзіміздің қайырымдылық бағыттарда жұмыстар, түрлі жобалар іске асырып келем қазіргі уақытта. Ешкімге белгілі бір қоғамдық ұйымдарға тәуелді волонтер емеспін, өзім тәуелсіз волонтер болып табыламын қазіргі таңда. Жаңа айтып жатсыз, түрлі экология бойынша волонтерлармын, бауырмысың бауырым, бұның барлығы орындатылған волонтерлық емес пе? Жүрегіңізден шығып жатқан волонтерлық па? Бұл істермен енді бұл бір күндік іс емес деп ойлаймын. Бармысың бауырым бойынша бұл
бір күннің жұмысы емес, 3-4 жылға жалғасып келе жатыр уже. Бір мысал келтіріп өтейін. Мәскеуден осыдан 20 жыл бұрын оқуға кетіп, бірақ та құжаттарын жоғалтып алған азамат болатын. Соның туысқандарын іздестіріп, Мәскеу қаласынан сол кезден бастап 20 жыл бұрын Қазақстанға оралмай қалған болатын. Сол жақта жүрген, дала кезіп, Москва қаласында күн көрісіп, отанына оралмаған, отанына оралу үшін 3 туысқанын сол Мәскеуге барып дәлелдеу керек екен, сол кісі екенін. Ал ол туысқандарын Балқаш ауданында, Алматы облысында баруға мүмкіндіктері жоқ. Сол кезде өзім тарапынан енді маслихатта жұмыс істедім, Нұр Отанға жұмыс істедім, парламент мәжілісіндегі депутаттарды қосқызып, посольствомен біріктіріп, Zoom жүйесі арқылы хаттамасын толтырғызып, нәтижесінде сол кісі мысалға 20 жылдан соң отанына Қазақстанға оралды, 20 жылдан соң. Сонымен қатар тағы да бір мысал, осы Бармысың бауырым бағдарламасы бойынша Қырғызстан азаматы память кішкене нашарлау болған, несі дала кезіп жүрген. Ол кісінің де 26 жылдан кейін туысқандарын таптық. Өте бір қобалжыған сәт болды. Туысқандарының атамен кездескен кезде осы Талдықорғанның маңайында жүрген, Қырғызстаннан келіп ары бері 26 жылдан кейін туысқандарын тауып бердік ол кісінің. Қазір уақытта ол кісі өзінің Қырғызстандағы өзінің туған жерінде туысқандармен бірге. Сонымен қатар тағы да бір мысал, қазір жұмыс істеп жатырмыз. 80-ші жылдардың басында, ортасында Қазақстанға өтіп кеткен Өзбекстанның азаматы қызыл паспорт, советский паспортпен жүрген, бірақ та түрлі шаруашылықта жүре берген, туысқандармен байланыс үзілген. Біз енді осы жұмысты Талдықорған қаласындағы әлеуметтік бейімдеу орталығымен бірге жұмыс істеп келеміз. Енді ол кісінің туысқандарын тапқан болатынбыз, бірақ та өкінішке орай туысқандарының отказ беруіне байланысты ол кісінің енді уже қария болғаннан кейін Қазақстанның азаматтығын алдырту бойынша облыстық сотқа құжаттарын тапсырдық, азаматтығын тану бойынша. Егер де соттың оң шешім шықса, ол кісіні Қазақстанның азаматтығын алғыздырып, арғытай қарттар үйіне тапсырамыз, өйткені туысқандары ол кісіні отказ беріп отыр. Сол секілді жұмыстар атқарып жатырмыз. Сонымен қатар тағы да бір мысал, Ұлы соғысының қайтыс болған ардагерлердің туысқандарын іздестірген болатынбыз. Таптық, ол кісінің Алматы қаласынан жерленген жерінде таптық, зиратын. Енді қазақта жақсы сөз бар ғой, туған жерінің топырағы дейді ғой. Сол кісінің туған жерінің ауылына барып, Бақтыбай ауылы Ескелді ауданында туған жерінің топырағын алып, Алматы қаласына зиратына апарып, енді лашқан кезде қара топырағын жеріне салдық, зиратына Алматы қаласында. Сол секілді жұмыстарды мысал ретінде Бармысың бауырым бағдарламасы бағытындағы атқарған жұмыстар және атқарып жатқан жұмыстар қазір. Яғни сіз бұларды андай болады, көзге көріну үшін жасамайсыз, өзіңіз шын жүрекпен жасайсыз, Мен оны көзге көрінетін дегенде, былайша айтқан кезде елдер маған өздері өтініш білдіреді, осы кісіні іздестіру керек, көмектесемін деген. Сол кезде мен өзім осы жұмыстармен айналысып келемін негізі уақытта. Сонымен қатар эко-волонтерство еді, экологиялық мен білесіздер, елімізде қоқыс полигондар өте көп. Азаматтарымыздың экологиялық мәдениеті төмен, өкінішке орай. Пластикті, қағазды, тағамның түрлерін, металды бөліп сорттау деген мәдениет өте төмен біздің елімізде. Соған байланысты білесіздер, Европа елдерінде осы жүйе жақсы дамыған. Осының сол Европаның жүйесін негізге ала отырып, өз үйімде мысалға макулатураны, металды, пластикті, салафан пакеттер 4 фракцияға бөлем, 4 үлкен пластиковый ящик алып қойған болатын. Сол ящиктерге бөліп, қоқысты сұрыптаймын үйде. Сұрыптап, мусор қабылдап алатын компаниялар бар. Олар шақыртам, өздері келеді. Содан кейін барып, олар келген соң, бәрін өлшейді, мусордың барлығын бөлінгендер. И солардың түскен пайдасын, солардың счеттары арқылы харекет қорына, басқа да қайырымдылық қорларына аударып отырам. Былайша айтқан кезде бір оқпен екі қоян ату дейді ғой. Біріншіден табиғатқа да өз үлесін қосасың, екіншіден қайырымдылыққа да өз үлесін қосасың. Сөйтіп, сондай екі жұмыстар атқарып келеміз.
осы бағытта негізі. Ғазиз, мен сізді танығалы 12 жылдай уақыт болыпты, қазір есептеп отырсам. Сіз осы уақытқа дейін түрлі жұмыстар жасап жүрсіз, көзіміздің алдында көріп жүрміз. Неге әлі басшылық лауазымда емессіз? Сізден кішкентай, сізден жастар басшылық қызметке келіп жатыр. Енді әр нәрсенің өз уақыты бар деп ойлаймын. Басшылыққа қызмет болу үшін енді ол үлкен бір жауапкершілік деп ойлаймын өз басымша. Мен негізі басшылық қызмет болғанда қоғамдық басшылық қызмет бар негізі. Оның ішінде жаңағы Аманат партиясындағы бастауыш партияның төрағасымын. Сонымен қатар Талдықорған қаласындағы Жетісу құрылыс техникалық колледжі, сол жерде қамқоршылық кеңестің төрағасымын. Екі жаңағы білім ордаларының осындай кеңес төрағалары болып табыламын. Бірақ ол да қоғамдық жұмыс қой. Қоғамдық жұмыс төрағалық. Ақылық жұмыс емес қой, қоғамдық жұмыс қой. Енді қазір көптеген басшылар енді негізі мемлекет қызметте жүрген басшылар ғой негізі. Менің негізгі өмірімнің бірталай уақытын студенттік кезден Аманат партиясына арнаған болатынмын. Нұр Отан партиясы болды сол кезде. Одан кейін барып 7-8 жылдай болды. Одан кейін барып мәслихатқа көштім, депутаттармен жұмыс істедім. Қазір уақытта осы госслужбаға енді орналасып жатырмын. Енді қалай бұйырады солай байланысты. Бірақ мен үшін басшы деген болу деген бір статус емес. Ең бастысы басшы бол, қарапайым азамат бол, қарапайым халықтың алғысын алсан, одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын өз басымша. Одан артық бір привилегия жоқ мен үшін. Егер де қарапайым азаматтар жұмыс істеп жатқанын көріп, және көмектессең, соған рахмет деп алғыс білдіріп жатса, бір ауыз сөзбен, соның өзі маған бір жетістік деп ойлаймын өз басым үшін. Адамның тәрбиесіне жалпы қоғам әсер етеді екен, ата-ана әсер етеді екен, және ұстаз деп айтып жатады. Әсіресе осының қайсысын жақсы көреді, сол деп. Енді Макаренко мектебі десе, мен өзім оқушы болып жүрген кезде, маған бір алыс жақта тұрған, бір оқушылары мақсаты жоқ, төбелеске ұмтылып тұратын оқушылар болып көрінеді. Енді шын керек, біз баскетболдан жарысқа барсақ та, міндетті түрде әйтеуір 6-шы мектеп, тағы басқа мектептер бір-бірімен төбелесіп жататын. Ол шындық. Сіз сондай ортада жүріп, қаншалықты өзіңізді даму жаққа көңіл бөлуіңізге уақыт болды? Енді шыны керек, сіздердің кездеріңізде 92, 94 деген балалар өте андай балалар болды ғой, төбелеске жақын, қызуғанды, төбелеске жақын, арман мақсаттар жоқ. Енді 90-шы жылдары рэкет деген болған, соларға еліктеу деген сияқты болды оларда. Енді біздің мектеп расымен де қаланың шет жағында орналасқан. Елдердің сондай бір ой қалыптасып кеткен шетінде мектептер бірандай бір отсталый бұндай болды ғой, сол секілді жоқ, олай емес. Біз мектепті ұбт тапсырған кезде мектептің көрсеткіші жақсы болды негізі. Жақсы көрсеткішпен тапсырып кеттік. Қазірде мектептің көрсеткіші өте жақсы. Мен мектеппен байланыста отырмын постоянно. Мектептің түрлі мәселелеріне де қолдау көрсетіп келем, көмек көрсетіп келем. Мысалға жақында сол мектептің завучаны кіші мектептің блогында айналасына кішкентай 4-ші сыныпқа дейін балабақшалар бар ғой, сол жерде не керек деген болатын щебенка дейді ғой, тас, ұсақ тастар балаға жұмыс жүргенге. Соны бір ағаларымызға өтініш білдіріп, бір КАМАЗ несін төкізіп бердім. Тастарын, кішкентай тастарын жүргенге ыңғайлы болсын деп. Сол секілді сол мектептің кіші блогында әлі күнге стадион жоқ, даладағы стадион. Сол мәселені депутаттар арқылы көтеріп жатырмын. Осы мәселені шешу бойынша, өйткені балалар қысты күні оқу кезеңінде баратын үлкен блоктан алыста орналасқан мектеп. Сонымен қатар үлкен блоктағы тағы бір мәселе, жаңа кіші блок болды ғой, үлкен блок. Үлкен блоктағы мәселе кезінде біз оқушы болған кезде кәдімгі картошка егіп, помидор егетіміз, кәдімгі сат болатын, үлкен сат. Одан кейін барып 2000 жылдардың ортасына таман ол жерді жекеменшікке өткен болатын, одан кейін мемлекет өз балансына алған. Сол жер әлі де еш қараусыз болып жатыр. Енді сол жерді мемлекетке қайтарғызып, сол жерге сквер салу бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Ол бойынша қала әкіміне бірнеше өтініш жаздым, айттым өзіне жеке, жауабын алдым. Қазір уақытта ол жерді қайтару жұмыстар жүргізіп жатыр деген жауап келді. Жоспар бойынша келесі жылға сквер салсақ деген ондай хат жауап келді.
ол мен ойлаймын сол мектепте оқитын оқушыларға сол районда тұратын тұрғындарға жақсы бір достық дейді ғой жаңағыша демалатын орын дейді ғой, сол жерге жақсы бір іскер салса енді сол бір жақсы мүмкіндік болады деп ойлаймын өз басымша. Ал енді ол мектептің басқа мектептер секілді бұзақы балалар да болды, оның барлығын білеміз. Бірақ дегенмен де ондайларға негізінен ұрынбай, мүмкіндігінше ауырып ем дегенше ауырмайды жол іздейді ғой. Керісінше қоғамдық саяси істерге мүмкіндігінше араласуға тырыстым. Әрине ондай істерге бұзақылыққа аралассаң, оның арты қалай болатыны бәрімізге белгілі негізі. Ұстазға да маған әсерін тигізді, қоғам да әсерін тигізді, ата-анам да маған әсерін тигізді. Осы менің жаңағы осындай қоғамдық саяси істерге бет бұруыма негізі. Сол ұстаздарыңыздың ішінде бір өзіңіздің жүрегіңізде қалған ұстазыңыз бар ма? Өзімнің енді білім берген ұстаздарым алғыс білдіремін. Ол Жазира Нұрғалиқызына, менің класс жетекшім болған Роза Телімбаевнаға, сонымен қатар көп деген мұғалімдерім бар. Дина Дускелдина деген кісі мұғалім, Гүлнар Абержанова деген мұғаліміміз бар, Гүлнафис Оразымбетова апайымыз бар, алгебрадан беретін. Сол кісіге көп деген бізге мотивация берген болатын. Саягүл Исламбековна деген ұстаздарымыз бар, Бақыт Аханна, осындай кісілер. Батыл Хамитович деген дене шынықтыру мұғалім болды. Осы азаматтар бізге шынымен де тік ағаш болып өсу үшін бізге жақсы бір өздерінің білімдерін бізге септі бізге. Солардың жаңағы арқасында осындай нәтижеге жетіп отырмын деп ойлаймын өз басым негізі. Өзіңіз ұстаздарыңызды қатты сыйлайтыныңыз жаңағы сөздеріңізден байқалып тұр. Өйткені мектепке барып, жағдайын жасап, көмектесу деген әр оқушының қолынан келе бермейді және естеріне де түсе бермейді. Мен ойлаймын өз басым, әрбір адам үш тұлға қарыз деп ойлаймын. Біріншісі ол ата-анасына, екіншісі білім берген ұстазына, үшіншіден ауырып, бірінші бола қалса дәрігер, медбикеге. Үш тұлғаға мен әр азамат қарыз деп ойлаймын. Мен де өз басым қарыз деп ойлаймын. Өз басым ата-анама да қарыз, ұстаздарыма да қарыз. Мен осы мектебімді ұмытқан жоқпын. 13 жыл болды аяқтағанына. Барып, қалдарын сұрап, қажет болған жағдайда не керек дегендей мәселелер болса, жаңағы дорога в школу акциясы бар мысалға, мүмкіндігінше құр қалмай тырысамыз көмектескенге. Мен ойлаймын, әрбір азамат өзінің оқыған мектебіне барып, бір кішкене болса да жылына біраз болмаса барып, қал жағдайларын білсе, оның өзі бір жақсы бір жұмыс болады деп ойлаймын. Өйткені қазір уақытта енді болды, мен мектепті оқып біттім, болды, мен арада все уже наяқ жол жабылды деген секілді позициямен болмау керек деп ойлаймын. Керісінше болашаққа жақсы болу үшін артымызды ұмытпау керек деп ойлаймын өз басым негізі. Артқа білім берген, өйткені сен бүкіл фундаментің сол мектепте, оқу орнында басталды. Соны ұмытпау керек деп ойлаймын. Сіз өзіңізді осы көп уақыт бойы синдром отличникамен өмір сүрдім деп ойламайсыз ба? Мен негізі расын айтайын, отличник болған жоқ мектептеші. Жоқ, отличник емес, но синдром отличника андай болады ғой. Оқыпты жүріп, оқыпты тұрып, рисковать етуге қорқып, бәрін дұрыс жасауға ғана сондай болған жоқ. Рисковать ететін сәттер болды. Мен ойлаймын, әрбір адам ішіндегі отын жандыр жағу керек деп ойлаймын. Сен жамасаң лапылдап, мен жамасам лапылдап, бір жамасаң лапылдап, аспан қалай ашылмақ дейді ғой. Сол секілді біз ішіміздегі отымызды керісінше жағып, әрбір азамат өзін жаңағы өзінің бар білгенін көрсете білсе, ісімен дәлелдей білсе, сол кезде жаңағы ол синдром отличник емес, әр адамның бір қоғамға пайдасы тиеді деп ойлаймын өз басымша. Әрине болады жағдайлар, мысалға мен мемлекеттік қызметте жүрмін ғой, бірақ жұмыс уақытынан тыс осындай қоғамдық жұмыстармен айналысам, сол кезде таныстарым айтады, Ғазиз, не шаруаң бар ояқта, жаңағы өз жұмысында айналысып отыра бермейсің, болды ғой, нең бар деген секілді достарыммен осындай әңгіме болады ғой. Мен айтамын, керісінше жұмыс уақытынан кейін бос жұмсағанша, керісінше қоғамға пайдаң тигізсе, соның өзі бір не ғой, мысалға мүмкін сенің көмегіңді
расымен бір кісі күтіп отырған шығар, может, мүмкін мысалға мен сондай позициямен өзім сондай санамын жалпы, және басқаларына соған шақырамын. Өзім мақсатым енді алдағы уақытта енді білім министрі болсам, өзімнің туған мектебімде бір сондай бір облысымызда танымал бір научный лабораторный центрға сондай бір ашқым келді. Сондай өзімнің мақсатым, ішімдегі мақсатым соны орындағым келді жалпы өзімше. Егер де жоғарыға министрге көтерсем алдағы уақытта, өйткені облысымызда осындай балалардың жаңағы ғылыми бір нелеріне бір үлгі болатын мектептер болу керек деп ойлаймын. Базовый мектептер дейді ғой, базовый мектептер болу керек деп ойлаймын өз басым. Сондай бағытқа мен өзім арманым бар жалпы. Мектептің дамыту бойынша. Өзіңіз жиі армандайсыз ба? Енді әрбір адам арманшыл болу керек деп ойлаймын, және соны іске асыра білу керек деп ойлаймын. Әрбір адам өзіне алдағы 10 жылға, 5 жылға болсын стратегия қою керек деп мақсаттар. Менің мақсаттарым алдағы 5 жылда мысалға қызметтегі жаңағы осы жаққа орналасу, көлік алу, мына жаққа көмектесу, осындай жұмыстар айналысу деген секілді әрбір адам өзіне бір индикатор қойса, конкретный соған талпыну керек деп ойлаймын. Біздер өкінішке орай күнделікті өмірмен үйреніп қалғанымызда болашақты ойламайшы. Керісінше болашақты жоспарлы ойлап, сөйтіп стратегия қою керек деп ойлаймын әрбір адам. Мен өзім мақсатым сол, жаңағы өзім мысалға 1-2 жылға план қоям, жазып қоям кәдімгідей. Осыны орындау, осыны жасау, и объемный пландар. И соны қазір орындау барысында мен өзіме жаңағы не қойып отырамын, птичка қойып отырамын, мысалы мынау орындалды, мынау орындалмады депші. Абай атамыздың жақсы сөзі бар ғой, тым болмаса аптасына бір рет өз-өзіңе есеп бер дейді ғой. Сол секілді әр адам өзінің жасаған жұмысын белгілеу арқылы не жұмыс жасағанын көрсете алады мысалға. Өз-өзіне есеп бере алады дегенім ғой. Сол менің позициям негізі. Ал енді Ғазиз өзінің қойған армандарына жетті ме осы уақытқа дейін? Бұрын айтып жатсыз ғой, мақсат ретінде қоямын деп. Сол мақсаттардың өзіңіз байқап жатырсыз ба? Мысалы мен енді сізбен танығалы мен өзім айтатын, жаңалықтар жүргізгім келеді, диктор болғым келеді, журналистикаға кеткім келеді дегенді мен 5-ші сыныптан бастап армандайтынмын. Дәл қазір араға 10 жылдан аса уақыт өтіп, мен сол салада жүрмін. Өзіңізді елестеткендей болып жатыр ма барлығы? Әлде өмірдің айтады ғой ағысымен жүріп жатсыз ба? Жоқ, мен өзім сол мектеп оқыған кезде, студент кезде өзімнің сондай бір халық алдында сөйлеп оратор болатын жұмысын жаңағы елге үлгі болсын деп өзім пиар етуші емес, үлгі болсын деп басқалар шақыртатын, өзінің ата команда жиналатындай азаматтардың қатарына болғым келген негізі. Мен ойлаймын, қазір соның қатарында 100% болмасам да определенный уровеньге жеттім деп ойлаймын өз басым. Өйткені маған қарап елдер расымен қазір үлгі алады. Мен оны байқап жүрмін өз басым. Өйткені волонтерство арқылы елдер көреді, телеарналар шақырады. Мысалы, сіз бүгін шақырып отырсыз. Мысалға, сіз мен танымасаңыз, сіз мен шақырмайтын едіңіз ғой, мысалға. Қатырсақ, сол секілді түрлі мекемелер шақырады, лекция оқып беріңізші деп, мысалға. Сол секілді адамды уже танып жатыр тұлға ретінде. Менің ойлаймын, осы мақсатымның белгілі бір бөлігіне жеттім деп ойлаймын өз басым негізі. Ал енді жігіттің өзі бір миссиясы болады ғой. Үй тұрғызу, ағаш отырғызу, балалы болу, қателеспесем бе? Үй салу. Иә, үй тұрғызу айтып өттім. Ағаш егу бақа, отбасы болу. Ұрпақ қалдыру, иә. Қаншалықты соған жетіп қалдыңыз ба? Отбасылы болдым, 1,5 жыл болды, Құдайға шүкір. Кішкентай Айсұлтан деген 7 айлық ұлымыз бар. Тәуба деймін. Сонымен қатар енді үй тұрғызу бойынша әке-шешемізбен 2010 жылы үй салғанбыз. Үй салып біттік, жер үйіміз бар, Құдайға шүкір. Ағаш егу бойынша енді рекорд орнатпасақ да, жасыл елде істедік қой. Жасыл елде сен кезде КамАЗ-ға бізге ағаш қалдыратын ағаш еккен кеш, соның бәрін егетінбіз. Парктер болсын, резиденцияға баратын жолың бойында нелер егіліп тұр ғой, елкаларшы. Солар қазір қарап тұрсам, күшті жайқалып тұр. Оның өзі біздің кезінде жасаған жұмыстарда көресің. Сонымен қатар Мирас рестораны бар ғой, қазақ үй рестораны. Соның жайында ақ қайыңдар өсіп тұр, кәдімгі күшті жайқалып тұр. Соның кезінде біз еккен болатынбыз. Соны өтіп бара жатқан кезде көресің де шіркін-ай деп қоясың. Біздің кезіндегі еккен ағаштарымыз қазір жайқалып отыр, мысалға. Жемісін көріп жатсыздар. Иә, жемісін көріп жатырмыз.
Қазір есіме түсіп отыр, жаңа айтып жатсыз ғой жасыл ел деп. Кезінде сол жасыл елде сіз бір 16 мың теңге ақша, одан да аз ба екен, сондай жалақыға жұмыс жасадыңыз, иә? Иә. Қазір бірінші курс студенті болсын, 4-ші курс студентіне 100 мың төлейін десе де балалар жұмысқа бейім емес, жастар. Байқайсыз ба? Иә, бар ондайлар. Енді мен айтайын, 3 ай жұмыс істеп, мен платныйда оқыдым ғой университетте. 3 ай жұмыс істеп, оқуымның жарты ақшасын төлеп тастағанмын мысалға. Әке-шешеме кішкене болса да нагрузка болмасын депші. Жасыл елдің мүмкіндіктері өте зор. Жаңа достар табасын, жаңағы мера воззрение дейді ғой. Сенің көз қиырың ашылады, жаңағы жан-жақты көресің, елдер танисың. Тек қана Талдықорғанның маңайын тазаламайсың мысалға. Енді біз Балқашқа бардық, жағалауын тазаладық мысалға, көптеген жаңа достар таптық, түрлі акциялар өткіздік. Текелінің бойында питомник бар, сол жерге ағаш ектік, ол жерде шөбін шаптық. Қарапайым азаматтар секілді мен кейде ойлайды, ақсақ соқ депші. Кәдімгі форма киіп, мусырын жинап, ағашын егіп, гүлін егіп, суғаратынбыз негізі. 4 жылдай өзімнің жаздық уақытымды сол жасыл елге арнаған болатынбыз негізі. Мен өзім оқушылармен жиі кездескенде айтып отырамын, осы сіздерді қатарлас келтіріп отырамын. Мысалы, мен сіздерден әлдеқайда кішкентаймын ғой, бірақ соның өзінде сіздермен қатарлас оқитынмын. Осы жас саясаткер мектебінде 4 жас кіші болатын, мектеп оқушысы болатын. Соның өзінде андай талпынып, ұмтылуға бір нәрсе тырысып жүретін. Қазірдің өзінде сол жаңа өзіңіз де айтып өттіңіз, мектепте жинаған фундамент бүгінгі үлкен өміріңізде өзінің үлкен еңбегін нәтижесін беріп жатыр деп. Мен де сондай болған кезде шыны керек солай күлетін артынан подругаларым, ой, одан да қыдырып үлгерсе, жас қыз ғой қазір деген. Бірақ мен ойлайтын, егер мен қазір дамымасам, кейін маған аспаннан білім түспейді, тәжірибе түспейді. Қазір тегін жасағанмен кейін оның барлығы менің өзімнің имиджім болады. Яғни менің атыма жұмыс жасайтын болады деп. Ол шын мәнісінде солай болып жатыр да. Мысалы, сіз айтып жатсыз, түрлі шақыртулар алып жатырмын деп. Мен ойлаймын, осыған дейін де сізді бірнеше қызметке шақырған шығар, бәлкім өзіңіз андай келіспеген шығарсыз. Өйткені қазірдің өзінде Жетісу өңірінде бірнеше басшылық қызметі тұр. Онда лайықты маман аз табу. Ал жастар болса, жастар жағына келетін болсақ, дамуға көңіл көп бөле бермейді. Негативпен өмір сүреді. Жетістік деген ол бір Алматы, Астана немесе шетелде деп көреді. Бірақ өңірдің дамуына атсалысу ол бір оларға қалай айтса болады екен, псевдопатриотизм болып көрінетін шығар. Енді мен ойлаймын, бәр фундамент мектептен басталу керек деп ойлаймын. Жаңағы ұстаз тек қана білім беріп қана қоймай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қасы жау дейді ғой Әл-Фараби. Ұстаз ол психолог болу керек деп ойлаймын өз басым. Әрбір оқушыны тани білу керек. Әрбір оқушының ішіндегі қандай мүмкіндіктері бар, сол жағынан қаратай, мысалы холерик па, меланхолик па, сангвиник па, психологияның темперамент түрлері бар ғой. Адамның темпераментіне қаратай өзінің болашағы қандай болатынын, болашақ мамандық қандай таңдау керек деген, соның барлығын ұстаздар жаңағы отын жаға білу керек деп ойлаймын. Мысалға холерикке кітапханашы бола алмайды мысалға. Енді холерик білесіз, вспыльчивый, мінез деген түрі от секілді жанып тұрады ғой. Ондай кісілер мысалға кітапханашылыққа бара алмайды мысалға. Сол секілді ұстаз оқушының темпераментіне қарайда болашағын айқындау керек деп ойлаймын. Барлығы енді ата-аналардың ойлайтын оқушым грантқа түссе екен деп, өтірік емес, көптеген мен оқыған кезде оқушыларымыздың қасында класстастарым дейді ғой, көбісі грант қай неде, мамандықта қай мамандық грант бар, соған түсіп кетті мысалға. Ал олар ертеңгі күні сол сала бойынша маман бола алды ма? Оның бәрі үлкен сұрақ. Сондықтан да мен ойлаймын, ұстазға көп нәрсе байланысты. Бірақ та ұстазде барлық жүктің бәрін арта берген дұрыс емес. Ата-анаға да біз қазір уақытта ата-аналар мамандық таңдауды біз неліктен ойлаймын, ата-ана мен оқушыға жүктейміз. Осы жер кішкене қате сияқты, өйткені мен мысалы кішкене кезінде журналистикаға түскім келді. Бірақ мамандықты әрине менің ата-анам таңдайды. Мен әкем таңдаған кезде маған сен мұғалім боласың, сенен жақсы мұғалім шығады деді. Әрине енді елдің алдында жүрген соң бәлкім оқушылармен жақсы тіл табысар деп ойлап, мені осы мұғалімдікке алып келгісі келді. Мен химия пәнінің мұғаліміне түстім. Грантқа түстім, химия пәнінің мұғалімі. Бірақ ол менің
қазіргі мен ол салада мүлдем жұмыс жасаған жоқпын. Мен дипломсыз журналистпін деп айтайын ба, дипломсыз журналистпін, өйткені мен оқыған мамандығым мүлде жұмыс жасап жүрген жұмысыма келмейді. Сол үшін мектептегі психологтар, жаңағы ұстаздың өзі психолог болып ата анаға түсіндіру керек қой. Мысалы, сіздің балаңыздың осы салаға кішкене жақындығы бар екен, өйткені оның мінез құлқы осыған сәйкес келеді деп, керісінше ата ана мен ұстаздың арасында бір жақсы диалог қалыптасса, мен ойлаймын, ол оқушы жақсы маман болып шығады ертең күні. Мысалы, бір 10 жыл бұрын егер де мен әкеме түсіндірілсе, ол кісі қалай түсінді? Мұғалім деген ол қалмайтын мамандық, өлмейтін мамандық, әйтеуір асырайды деп, ол мен мұғалімдікке түсірді. Бірақ пиар саласы, журналистика, ол деген қаншалықты біздің тұқымымызда ондай адамдар жоқ. Егер бірақ бір ұстаз айтса мен әкеме, осы сіздің қызыңыздан мықты журналист шығады деген, сонда бәлкім сол кезде мен журналистикаға түсермін. Бірақ екінші жағында қараймын. Егер мен журналистикаға түссем, бәлкім қазір мен мына жерде отырмас едім. Журналистикаға түскен бетте, бәлкім менің көзімдегі от өшіп қалар ма еді. Өйткені ол мен үшін тұрған бір жоғарыдағы бір арман болып тұрды ғой. Оқу бітірдім, 4 жыл бойы соған талпындым, тәжірибе жинадым, дипломды тапсырдым да. Болды, папа, міне сенің дипломың, енді мен еркіндік өзімде деп алған болатын еркіндікті. Бірақ оның өзінде адамның ішкі сенімділігі, мысалы, көп жағдайда біз мектепте балаға білімді үйретеміз, бірақ өмір сүрудегі қарапайым нәрселерді үйретпейміз. Рас, осы жағынан кішкене бір-біріне жақсы сөз айту, күліп жүру, алғыс білдіре білу, біреудің бойы неге ұзын, біреудің бойы неге қысқа, біреу әдемі, біреу әдемі емес деген жоқ қой. Әркімнің ерекшелігі бар. Сол ерекшелікті айқындай білсе, мектептен онда мен ойлаймын, буллинг деген нәрсе бар ғой, қазір мектепте болмас еді. Егер кішкене кезден балаға құя берсе. Әлеуметтік мәселесі өзі өзекті. Бұл енді біздің кезімізде ақпарат аз болды. Мысалға сіз политшколаны, мысалы саяси мектепті мектеп кезінде оқыдыңыз ғой. Мен мектепте оқығанда онда білген жоқпын мысалғашы. Өйткені біздің кезімізде ақпарат өте аз болды, ал қазір керісінше ақпарат өте көп, бірақ та оқушыларымыз оларына адасып қалмас үшін өзіне пайдалы нәрселерін таба білу керек деп ойлаймын. Өйткені ақпарат тым көп, және таңдауда қазір уақытта өте көп. Қазір уақытта даже гранттардың өзі, шетелде мысалы Польшаның гранты бар, Чехияның, Ресейдің қаншама гранттары бар, ал біздің кезімізде ондай гранттар мүлде естімедік те, білмедік те мысалға. Біздің кезімізде ақпараттың аз болды. Қазір уақытта жастарға енді мүмкіндік өте көп, бірақ та соның адам өзінің жолын таба білсе, ол соған өз жолын таба білсе, ол соның өзі бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Өйткені фундаменттің мықты болу керек екен басшы фундаменті. Мынау мен өзімді іздеп жүрмін деген қате пікір ғой. Адам өзін іздемейді, адам өзін қалайды ғой. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бір қалан деп айтады ғой. Дәл сол сияқты мен ойлаймын, адам қателесу арқылы, өзін жинақтау арқылы өзінің белгілі бір нәтижесіне жетеді. Ал көп жағдайда адам, ой, мен әлі өзімді іздеп жүрмін дейді. Адам ештеңе көрмей жатып өзін іздеп жүреді. Адамдарға бұл реттен психологтардың кеңесіне жүгіну керек деп ойлаймын. Өз басым педагогика психологияны аяқтадым, 4 жыл оқыдым ғой. Адамдар психолог десе бір психиатр секілді бір жындылыққа түсінеді, шын мәнісінде. Өткенде маған 15 жастағы қыз келген подкастқа, Сарқан ауданының, айтады. Қазіргі оқушылар болсын, жалпы әлемдік тенденция бойынша, егер психологқа жүгіну керек десе, сен психсың деп ұғады деп ойлайды. Сөйтіп түсінеді елдер, шын мәнісінде психологқа барса бір өзін бір төмен түсіп қала ма, оқушылар сондай бір қойды. Өйткені психологтың жұмысы ол жаңағы сен жындысың ба, жынды емессің ба деген ой емес, оны ағылып қарайын. Олардың несі адамның ішіндегі ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін және де дұрыс жолға сілтейтін бір бағдаршам секілді болу керек деп ойлаймын. Өткенде бір психолог маған енді осы уақытқа дейін бір 60-қа жуық адам келді ғой. Сонда бір психолог айтады, дәрігер дейді, адамның жарасын емдесе, біз жанын емдейміз дейді. Ішкі жанын емдейміз дейді. Ол шын мәнісінде шын екен. Мына мысалы, мен әкеммен өскендіктен бізге енді әкемнің апайлары, сіңілдері бізге өзінің тәрбиелерін айтып отыратын. Менталитетті солай. Бірақ одан бөлек бізге әкеміз бізді өзінің жұмысындағы психологқа жазып қоятын. Біз айына 2 рет психологтың сеансына баратынбыз. Мен ағам мен апайым ұнаған жоқ, маған ұнады.
Өйткені мен өзіме сол жерде қолайлы орта таба білдім. Ол жердегі креативті ойлау, өзіңді дамыту, түрлі ойындар жүргізеді ғой, сол ойындар арқылы. Тіпті мына мафия ойынын бірінші рет ойнаған кездеріміз есімде да, ол деген жай ғана отырып алып біреуді өлтіріп отыру емес қой. Мысалы, өзіңді ақтай білу, өзіңді қорғай білу деген, мысалы, сөйлеудің өзі сонда жатыр да, мысалы. Көбісі қазір өз ойын еркін жеткізе бермейді ғой. Бір ағамыз айтты ғой, шіркін-ай қайтадан кнопочный телефондардың заманы келсе ғой деп айтты ғой қайтадан. Өйткені ол заманда қараңыз, кнопка жоғалған сайын адамдардың ішкі дүниесі жабылып жатыр да, смартфондар дейді ғой, ішкі дүниесі жабылып, адамдар бір закрытый бір арадан өзінің бір ішкі потребительский психология еді ғой, бұл мені өзімдікін сесем болды деп, өзімдікін адамдардың как-то вот мейірімділікке, жаңағы адамгершілікке деген секілді адамдардың қасиеттері қазір жоғалып отыр осы технология дамыған сайын. Сол секілді қазіргі уақытта буллингтердің көбеюі, әлімжеттің көбеюі осындай факторларға байланысты деп ойлаймын өз басым. Өйткені мектепте оқушы үйіне келеді, ата-анасы телефон шұқылап отырады, телевизорға отырғызып қояды, баланы или компьютерге ойнашы дейді. Одан кейін оқушы мен ата-ана арасындағы байланыс үзіледі. Одан арты осындай жаңағы суицидке ұрынып жатыр, балалардың өзін жолын таба білмеуге ұрынып жатыр қазіргі уақытта. Қазіргі оқушыларын сұрасаң, ертеңгі кім болғың келеді десе, жауап бере алмайды мысалға. Арман жоқ. Иә, арман жоқ. Өзіне алда қоятын мақсаттар жоқ мысалға. Керісінше осы ретте оқушы, ата-ана, ұстаздың пирамидасын күшейту керек секілді осы бағытта жұмыстар. Мен өз пікірім енді. Енді ол кезде біз оқыған жылдар 2010 жылдар программа басқалай болған шығар, қазір программа басқалай осы. Бірақ та сол кезінде жақсы сәттерін мен жақсы мүмкіндіктерін қазіргі кезеңдегі мүмкіндіктердің оң жағын пайдаланып бір миксовать етіп жақсы бір жүйеге енгізу керек деп ойлаймын өз басым негізі. Мына бар ғой, жақсы айтып жатырсыздар, жалпы баланы бір жаққа бағыттай білу, иә? Мен 14 жаста оқыған кезде мен Ася Тұрсыновнаға келдім ғой, сол жас саясаткерге. Мен Владимир Шапошников деген, білесіз, газеттің несі болды. Әлі жұмыс өкем сол кісімен. Әлі жұмыс жасайсыз, иә? Сол кісі менің бірінші тәлімгерімнің бірі. Ол кісі маған жалпы саясат деген не түсіндірген, оның тармақтары барлығын. Сонда Владимир ағай маған айтады: Әсел, мен сені осындай кісімен таныстырамын, осылай жазсаң болады. Мен бірінші рет мақала жазамын. Сол кезде, ол кезде 15 жаста шығармын, ол кісі менің мақаламды газеттің ең сыртқы бейнесі қылып қояды. Удар по здоровью детей или куда смотрит СЭС деп жазам ғой. Сонда ол кезде Инстаграм тікте жоқ. Тақырып атып тұр екен, иә? Мен кәдімгідей онда жазамын: нонсенс, бессмыслица, куда смотрит Акимат деп тұрып сөйтіп жазамын. Балалардың ойнайтын алаңы мен мусор жәшігінің арасы жап-жақын. Жаз айы сасып жатыр мусор. Неге анау деп сондай сұрақ өзіме туындайды. Өзімнің телефонымды алып алып, сурет қойып, андай санитарная защитная зона деген нәрселерді оқып, ана КСК-ның нелері бар ғой, соның барлығын оқып танысып, содан сөйтіп жазамын. 50 метр болу керек екен ара қашықтығы бұрынғы немен деп. Содан ол кездегі зам әкім, атын айтпай-ақ қояйын, сөйтіп зам әкім қаланың қалаңыз оқып қойды. Иә, Владимир ағай екеуміз шақырады, маған айтады: қызым, сен бұндай мақала жазба, сен ертегілер туралы жаз, бұл дегенің енді болмайды деп сөйтіп айтады ғой. Содан мен дәл сол кезден бастап менің жазғым келмейді. Мен қазірге дейін кішігірім постты жазғым келмейді. Солай менің андай жазуға деген құштарлығымды сөйтіп жойып тастайды. Одан кейін маған енді бағыттайды, содан мен андай Ася Тұрсыновнаның іс-шаралары, сондайдың мақалаларын жазып жүремін, осындай өтті, Нұратында былай өтті деп. Бірақ ол маған қызықсыз. Өйткені мен андай зерттеп тұрып жазған нәрсені дәлелдейтін фактпен нәрселер жазған жақсы көретінмін. Сөйтіп менің кішкентай кезімдегі сол жазушылық қасиетім бүйтіп жоқ болып кетті. Содан өткенде маған курсқа бір оқушы келіп жүр өзіме. Сонда ол қыз 13 жаста убийство туралы жазған жақсы көреді екен. Оның жанры хоррор болып тұр да. Бірақ қыз полноценный нормальный қыз, махаббатта өскен қыз, әкесі де шешесі де кәдімгідей, ешкім оны үйде бір ауытқу жоқ. Ауытқу жоқ ешқандай. Оны ешкім бір болады ондай буллингқа ұшырап тап болып жатқан қыз емес, жай ғана фантазиясы сондай.
Содан мен оны мамасы қорқып шошып жүр ғой енді. Мен айтамын, апай деймін, жоқ деймін. Ол мысалы анимелер бар түрлі, иә, оның олай ойлауында түк ондай не жоқ. Қазір сіз алып жоқ ондай жазба десеңіз, оған все ол стоп болады. Біздің Қазақстанда хоррор жанрда жазатын бірде-бір сценарист жоқ. Ал егер де ол қыз, қазір мен оған әрине бағыт бердім, сен қазір позитив жаз, кейін үлгересің ондай тақырыптарды жазып деп. Содан позитивқа екеуміз бағытталдық. Сен осындай позитивный нәрселер жаз, сосын қысқа таяу екеуміз ойластырып көреміз қандай нәрсе жазуға болады екен. Егер мен оған айтсам қазір, жоқ, сенің жазғаның болмайды, ол деген жаман, онда енді өлім деген нәрсені кім білмейді, бәрі біледі ғой. Мысалы, ол буллинг туралы. Мектептегі буллинг қазір естіліп жатқан әлеуметтік желідегі төбелестер туралы, оқушылардың бір-біріне издевательство, сондай туралы жазып жатыр. Оның бір жаман ой жоқ та одан. Ол қазіргі қоғамның дерті бойынша, бірақ ол қыздың жасының кішкентай болып тұрғаны ата-анасын қатты шошытып жіберген ғой. Сонда өзінің қызын дұрыс емес сияқты сезініп тұрды ата-ана. Сонда мен айтамын, жоқ, қызыңызға кішкене уақыт беріңіз. Ол қазір уақыт өте келе кішкене жазып үйренсін, жазып үйренген соң бағыты өзгереді. Ол психикалық ауытқуы бар адам, ол кішкентай кезінен білмейді. Әрине. Біз жаңа сонда өкінішке енді жаман жағын ойлайтын адам қазақпыз ғой, енді әр нәрсені жақсы жағын кейде ойламай, дұрыс емес жағын ойлап кетеміз да, соған бет бұрып кетеміз ғой. Сол менталитетте бар шығар, может, біздің ата-аналарымызша. Сосын жаңағы адамдар мүмкін жаңашылдыққа ұмтылу керек қой. Қазіргі заман бір орында тұрған жоқ мысалға. Оқушыларға 10 жыл бұрынғы программамен қазір оқытшы. Оқушылар вообще оны мысалға басқаша қабылдайды мысалға. Біз бұрын ұстаздың киіміне еш уақытта қарамайтынбыз. Қазіргі оқушылар, сен оқушының алдына бір киіммен 2-3 рет кел, ол оқушы барлығын көріп жүреді. Иә, қазір оқушылардың бір пранк деген бар, қазір пранкшы. Өкінішке орай оқушыларымыз праңкты ұстаздарға қатысты деп өтіп жатыр. Ол өзі дұрыс емес деп ойлаймын. Ұстаздарға қатысты, өзінің әке-шешесіне қатысты, апаларына, аталарына қатысты пранк жүргізеді. Олар кәдімгі уайымдайды да, ал ана оқушылар сонда бір қызық көреді мысалға. Біреудің уайымдағанынша. Видите, технологияның дұрыс емес жағын пайдалануда да, ал пранктың жақсы жағынан пайдаланса, мысалы ғылыми жағынан сол секілді. Арзан нәрселерді жақсы көреді, арзан роликтер көрген жақсы көреді мысалы, иә. Ал осы жақтан қарайтын болсақ, біз буллинг тақырыбын тәрбие мәселесін жиі қозғаймыз, және буллингті оқушылар буллинг жасап жатыр дегенді көп айтамыз, бірақ өзіміз ұмытып кетеміз. Буллингті үлкен кісілер жасап жатыр. Жұмыс орнына барса да буллинг бар. Қай жаққа барса да ол буллинг бар. Қоғамда ондай буллинг бізде мектеп оқушыларының ішінде ғана кездесіп жатқан жоқ. Үлкен оқушылар, ұстаздар сабақ беретін басқа ұстаздарға буллинг көрсету мүмкін. Яғни буллинг деген міндетті түрде келіп оны төпештеп тиісу емес қой. Ол жай ғана оны жақтырмай, онымен араласпай, оны шеттетудің өзі буллингқа кіреді. Ал оны үлкендердің өзінен оқушылар көреді. Әрине, бала ол пәк қой, кішкентай жас бала, оның ешқандай жаман ойы да болмайды келгенде. Ал үлкен өмірге бейімдеген кезде жол көрсететін біз. Рас, өйткені айттым ішінде жаңағы оқушының ішіндегі жаңағы жаман қасиеттерін мүмкіндігінше сөндіріп, керісінше жақсы қандай мүмкіндіктерін аша білудің өзі бір қасиет деп ойлаймын. Ол ұстаздардың шеберлігіне байланысты. Ұстаздардың шеберлігіне көп нәрсе байланысты тұр қазіргі уақытта. Бірақ та ата-ананың да несін ұмытпау керек, үлесін ұмытпау керек. Осы ретте айтып тұрмын ғой, ата-ананың баласына деген бір алдағы уақытқа бағыт бағдарын беруін, кеңес беруін қазіргі уақытта қарап тұрсақ, ата-ана мен оқушы, ата-ана мен баласы бір-бірімен дұрыс сөйлеспейді. Бала комнатасына кіреді, болды, компьютер ойнайды, или жаңағы басқа да бір нәрседен айналысады мысалға. Ал оны ата-ана оған айтар, ежібі тыныш отырсыншы деген секілді ойын болады да. Осы сәтте айтып тұрмын ғой, ата-ана мен оқушының, ата-ана мен баланың арасындағы байланыс үзілген сайын мектептегі ұстазға да қиын болады ол нәрсе. Сондықтан да біз қазіргі таңда ұстаздарға ғана тек қана жүк тартыра бермей, ата-ананың да бір жауапкершілігін арттыратын бір заң керек секілді ойлаймын өзім. Міржақып Дулатұлы жайында түсірілген Оян қазақ фильміне бардыңыз ба? Әлі барып үлгерген жоқпын. Алып тастамай жатқанда барып көруіңізге кеңес беремін. Біздің бұрынғы осы 19-20 ғасырлардың қайғысы болсын, қазіргі 21 ғасырдың болсын, бірі болып тұр ғой.
шынымен ұмтылып жаны қазаққа ашып жатқан ғұламаларды сатқан мынандай бір не емес, Ресейдің үстемдігі емес, кәдімгі өзіміздің қазақтар қарап отырсақ сол фильмнің үлкен мағынасы жатыр да. Андай жай ғана бірақ Абайдың өзі айтады ғой, бірақ секіріп шығамын деп, бірақ қарғап түсем деп, мерт кетіп жатады, ұрлықпен мал табамын деп дейді. Сонда қандай адамдарды бейнелейді? Қазіргі өмірде бар адамдар, біздің саясатта жүрген адамдардың көбісін бейнелейді. Жағымпаздану арқылы, біреудің идеясын ұрлау арқылы, өздерін әкімге тағы басқаға көрсетіп жүрген бізде көп қой, ондай жастар. Онымен көпке бармайды ғой. Мен ойлаймын өз басым, әр қазағы менің жалғызым дейді ғой, сөйтіп өмір сүру керек деп ойлаймын өз басым. Сен біреудің жетістігін көрдің бе? Наоборот, керісінше қуану керекпіз. Қызғаныш болсын, бірақ белый зависть дейді ғойшы. Сен соған қарап, сен мотивация ал. Сен соған қарап, сен талпын. Сенің одан ешқашан кем емес. Алла тағала оның миында сенде миын жаратты. Оның аяқ қолына сенде аяқ қолын жаратты мысалға. Құдайға шүкір, аман саусың ба? Білімің бар ма? Істе, көрсет. Мен ойлаймын, адамдардың ішкі, айтып тұрмын ғой, іштарлық дейді ғой. Адамдардың іштарлығының кесірінен осының барлығы болып жатыршы. Сол фильмде де қазіргі біздің болып жатқан көп жағдайлардың барлығы бір-біріне айна сияқты ғой. Сол кезде, әрине ол кездің бір тұрмыс тіршілігі бөлек болған шығар, бірақ ой бір. Қазақ бір-бірін көре алмай жатқан қазақ. Сондай адамның адамгершілігін оятатын, ішіндегі жан дүниесін жақсылыққа шақыратын фильмдер түсіру керекпіз. Бізде қалай боевик, экшн, адамдарды өлтіру, сол секілді саладағы или жаңа отбасында ғана бір-бірін ұрысып жатқан комедиялар ғана. Сол секілді бағытта адамның адамгершілік шақыратын фильмдер өте аз бізде, өкінішке орай. Керісінше жаңа осындай айтқан фильмдер қатар көбейсе, оны мүмкіндігінше мектепте көрсету керек деп ойлаймын. Мектепте сабақтарда осындайға соны үйрету керек деп ойлаймын. Біз тек қана ұстаз бола отырып, тек қана ауызбен айтпай, фильм арқылы көрсету, белгілі бір фактілермен көрсету арқылы оқушылардың сол бағыттағы ішкі жан дүниесін ашу керек деп ойлаймын өзім. Осы уақытқа дейін тарихты қанша оқып жүрсек те, бізге бір Ресейдің үстемдігі осылай қазақты құртқан деп көрсетіліп жүрді, оқып жүрдік. Бірақ мен оян қазақты көргеннен кейін, мен шын қазақты қазақ құртқан. Қазақтың жанашырларын құртқан қазақ. Жауды алыстан іздеме дейді ғой. Бір-бірін сатып, бір-бірін сөйтіп тынған. Сондықтан мен ойлаймын, осы фильмге оқушылармен, ата-аналар өздерінің балаларымен көбірек баратын болса, кішкене болсын ой түйіп қайтар. Әрине, киноны көріп шығу оңай емес. Өйткені онда киноны көру үшін адам кішкене шыдамдылық қажет. Және де жүрегімен көру керек та, ол киноны жай ғана уақытын бөліп көре салу емес. Дұрыс. Шынымен де әрбір оқушыны уақытын тиімді пайдаланғанға шақырту керекпіз ғой. Бір-біріне көре алмай емес, керісінше мотивация шақыртып. Мен расынан төрек, менің қазір 1 грамм уақытым жоқ. Өйткені қоғамдық жұмыстар бар, көшеде кетіп бара жатсам, люктер ашық тұрған люктер болады, сынып жатқан астына мүмкін айырылмасы болады, соның барлығын мен түсіріп, бірден жіберемін органдарға, акиматқа болсын, шүкір, нәтиже жұмыс бар. Қаншама люктер жабылды, қаншама айырылмалар жөнделді, осы жерде қандай жақсы. Сіз оны алып әлеуметтік желіге жүктеп, сендер жұмыс жасап жатқан жоқсыңдар, сендер жамансыздар деп атқан жоқсыз. Сіз жаныңыз ашып, түсіріп, ол органға сразу жіберіп жатырсыз. Бізде енді блогерлер хайп үшін ет көбінесе түсіреді де болды. Оны арада акимат оны бірі көрсе көреді, бірісі көрмейді. Мен керісінше өтініш жүйесі бар, білесіз шығарсыз. Өтініштер қабылдайтын жүйе. Акиматтың ресми сайттарына салама дейші, мынаны қараңыздар, конкретный жауапты маманның телефонын алып, соған жіберіп, добиваться етіп, құлақ етін жеп, соңына добиваться етем, құдайға шүкір нәтиже өте бар, көп өте нәтижесі. Қаншама салынбайған тротуарлар салынды, қаншама құлайын тұрған люктер қайтадан орнына келді. Тіл сақшы жұмысында көшелерге кетіп жатсаңыз, қазақ тіліне әріптер қате жазылғанша. Сонымен қатар жарнамаларда мүлде қазақ тіліне жоқ, мысалға. Соларды мүмкін түсіріп, органдармен бірге жұмыс істейміз мысалға. Сонда қызында қаншама жарнамалар қазақшаландырылды мысалға, немесе қателер түзетілді. Сондай әр адам, сондай бір хобби дейді ғой, әр адам ішіндегі бір хоббиін одан әрі дамыта берсе, ол жақсы бір нәтиже алып кетті деп ойлаймын өзім. Жақсы, мен қай жылдан бері
тіл сақшы жұмысында 2012-тен бері жүрмін. Студенттік кезде менді қаланың акиматымен шақырды, тілдер дамыту бөлімі. Бізге келіңіздер қанеке депші. Мен неден көре қап, газеттен хабарландырып көре қап, бардым. Сол кезде ұмытып, мен қазір уақытқа дейін айналысып келемін сағашы. Тілдер мәселелері бойынша. Ғазиз, сіз қазір бақыттысыз ба? Әрине бақыттымын. Отбасымның бәріне бақыттымын. Қоғамдағы әр қазағым жалғызым дейтін азаматтармен бақыттымын. Еліміздегі дамып жатқан жақсы істермен бақыттымын. Еліміздің келешегі зор болады деп ойлаймын өзім. Сонымен бақыттымын өз басым. Бір жақсымен тілдескен барысында сіз неден қорқасыз деп сұрақ қойғам. Сонда қоғамға керексіз болып қалудан қорқамын дейді. Қоғамның бөлшегінен сіз сияқты азаматтар азайса, ол біз үшін қорқыныш болар, біздің халық үшін. Сондықтан дәл сіз сияқты елім, жерім, өзімнің мекенім деп ат салысып жүретін жастардың, азаматтардың қатары көбейе берсін. Өзіңіздің артыңыздан 10 шақты бір шәкіртті тәрбиелесеңіз де, ол 10 шақты адамнан 100 адам шығады, сөйтіп қоғамды өзгертуге болады. Мен ойлаймын, ұрандатып Қазақстан үшін, елім үшін, жерім үшін емес, ең бірінші адам өзі үшін жасай білсе, онда көп нәрсе өзгереді. Өзіне жақсылық тілеген адам еш уақытта біреуге жамандық тілемейді. Ғазиз, алтындай уақытыңызды қиып, біздің Ойлайық жобасының қонағы болып, лайықты ойыңызбен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Болашақтың қамын бірге ойлайық деп келіп отырсыз. Енді сол жастарға айтар бір ойыңыз болса, бөлісіп өтсеңіз. Жастарға айтарым, қазір уақытта елімізде жастардың дамуы үшін барлық жағдай жасалған. Тек қана әр адам өзінің жолын таба біліп, өзінің ішінде мүмкіндігін қай жаққа бағыттай алу керек деп, қай жақта бағыттай алса, сол бағытпен жүру керек деп ойлаймын. Жан-жақты болып, қазіргі дамыған технология заманында жаман жағын қарамай, тек қана сол нәрселердің жақсы жағын пайдаланса, әр адам сол арқылы өзін таба біледі деп ойлаймын. Жастарға айтарым, ізденіңіздер, әрқашан ізденіңіздер. Тек қана бір орында отырып қалмай, бір жұмыспен, бір бағытпен жұмыс істемей, басқа да саланы көріп, альтернативный саланы көріп дегендей қойшы, адам даму керек деп ойлаймын. Тек қана бір орында отырмай, керісінше дамыңыздар, үйреніңіздер, біліңіздер, үлкендердің ақылын тыңдаңыздар, жақсы адал дос табыңыздар. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады дейді ғой. Достарыңызды жылатып айтса да жақсы кеңестерін қаперіңізге алыңыздар, ата-аналарыңыздың тілін алыңыздар, ұстаздарыңызды сыйлаңыздар. Айтарым сол. Рахмет, үлкен рахмет сізге.